Сәлем достар, бүгін қытырлақ баклажан қосылған салат дайындаймыз. Екі баклажанды жақсылап жуып, сыртын сәл ғана ашып, әдемі етіп тураймыз. Баклажанның бір ерекшелігі өте хрустящий, яғни қытырлақ болып шығады. Одан кейін баклажандарымызды жақсылап турап алғаннан кейін келесі қызыл бұрыш, жасыл бұрыш, оның да сыртын жақсылап тазалап, ішіндегі дәндерін алып, бұны да төрт бұрыштылеп тураймыз. Жасыл бұрышты бәрін әдемілеп турап алып, дайындап қоямыз. Кейін мінекей баклажанымызды алып, оған кукуруз крахмалын қосамыз. Баклажанның қытырлақ болуына, әдем болып пісуіне көмектеседі бізге кукуруз крахмалы. Одан кейін біз салатқа пияз қосамыз. Пиязды турап, одан кейін әрине бұл салаттың ең фишкасы бұл чеснок. Чеснокты да кішігірім қылып турап аламыз. Чеснокты қуыруға да және соусына да пайдаланамыз. Келесі кезекте соусын дайындаймыз. Біз бұған соя соусын 3 ас қасық қосамыз. Одан кейін жаңағы кішірек қылып тураған чеснокты салып, яғни сарымсақты салып жақсылап араластырамыз. 1 ас қасық алма сірке суын қосып араластырып қоямыз. Одан кейін помидор, яғни қызанақ, бұны да 4 бөлшектеп турап қоямыз. Біреулер қосады, біреулер қоспайды. Одан кейін табамызға сұйық майды көбіректеу құямыз. Крахмал қосылған баклажанды салып, араластырып, жан-жағын жақсылап араластырып, екі жақты қызартып қуырып аламыз. Баклажанымыз әдемі, қытырлақ болып қуырылып шығады. Барлық баклажанды асықпай қуырып, одан кейін крахмал, яғни суды крахмалға араластырып 1 ас қасық. Бұл бізге барлығы дайын болған кезде керек болады. Ендігі кезекте бөлек табаға кішкене сұйық май құйып, чеснокты жақсылап қуырамыз. Одан кейін бұған жаңағы бұрышымызды, пиязымызды қосамыз. Бұрыштарымызды 2-3 минут қуырып алғаннан кейін дайын тұрған баклажанды қосып, тағы да 1 минуттай қуырып, үстіне соусымызды құямыз. Дайын тұрған соусты құямыз. Соусқа 1 шай қасық қант салуды ұмытпайық. Үстіне туралған қызанақты қосамыз. Барлығын араластырып, жаңа су қосқан крахмалды сәл қоюландыру үшін оны да үстіне қосып жібереміз. Мінекей салатымыз дайын. Баклажан қосылған салатымыз өте керемет шықты. Үстін күнжутпен, көкшөптермен әдемілеуге болады. Өз талғамыңызға қарай. Дәмі өте керемет шығады. Жасап көріңіздер.